Мұғалімге табыс табудың барлық жолын бір видеоға жинап қойдым. Осы видеоны міндетті түрде сақтап алыңыз да өз табысыңызды арттырыңыз. Бірінші жолы репетиторлық. Онлайн сіз Profi.kz не болмаса Bookie.kz дейтін сайттар арқылы оқушы таба аласыз. Ал офлайн әрине таныстарыңыз арқылы, сарафанный радио арқылы табатын боласыз. Екінші, офлайн кабинет ашу. Яғни тек өзіңіз ғана сабақ бересіз және содан табыс табасыз. Үшінші, орталық ашу. Орталықтың кабинеттен айырмашылығы, сіз ол жерде басқа мұғалімдерді аласыз, басқа салалардан мұғалімдерді алып, оларды пайызға жұмыс жасататын боласыз. Төртінші нұсқасы онлайн оқушыларға арналған курсыңызды жасау. Ол курс арқылы сіз бір мезетте 30-40 оқушыны оқытып, жоғары нәтижелер көрсетіп, және де табыс та таба алатын боласыз. Бесінші, мұғалімдерге өте көп табыс алып келетін сала, басқа мұғалімдерге өз әдіс тәсілдеріңізді үйретіп, және де өз тәжірибеңізбен бөлісіп, курс өткізу. Жалпы алғанда осындай 5 нұсқа бар екен, олардың әрқайсының өз плюс минустары бар. Әрине сіздерге кеңес беретінім онлайнға шығу, онлайн арқылы көп оқушыны не болмаса мұғалімді қамти отырып табыс таба алу.